Надандық білім мен ғылымның жоқтығы. Дүние еш нәрсені ойлаусыз біліп болмайды. Білімсіздік хайуандық болады. Еріншектік күллі дүниеде өнердің дұшпаны. Талапсыздық, жігерсіздік, ұятсыздық, кедейлік бәрі осыдан шығады. Залымдық адам баласының дұшпаны. Адам баласынан дұшпан болса, адамнан бөлінеді. Бір жыртқыш хайуан қисабына қосылады. Сәлем балалар, әдебиеттік оқу 3-ші сынып 19-шы сабақ. Жаңа сендер Абайдың қара сөзі туралы видеофильмді көріп, онда не туралы айтылғанын көрген болатынсыңдар. Абайдың қара сөзі ақындық өнерге 40 жасынан бастап өмірін соңына дейін созылған 20 жылдық әдеби қызметінде 8 мыңнан аса өлең жолымен 45 нақыл сөздер, яғни нақыл сөздер дегеніміз Абайдың қара сөздері жазылған. Енді берілген сөздерге қарама-қарсы мағыналы тіркестер тауып жаз. Әр бағанға ат қой дейді. Білімсіз білімді, өнерсіз өнерлік, жалқау еңбекқор, сараң жомарт, өтірікші шыншыл, әдепсіз әдепті. Яғни бұларды антоним деп айтуға болады, қазақ тілінен байланыстырсақ. Абайдың 38-ші қара сөзінен күллі адам баласын қор қылатын 3 нәрсе бар. Сонан қашпақ керек. Әуелі надандық, екінші еріншектік, үшінші залымдық деп білесің. Надандық білім ғылымның жоқтығы, дүниеден еш нәрсені оларсыз біліп болмайды. Білімсіздік хайуандық болады. Еріншектік күллі дүниедегі өнердің дұшпаны. Талапсыздық, жігерсіздік, ұятсыздық, кедейлік бәрі осыдан шығады. Ал залымдық адам баласының дұшпаны. Адам баласының дұшпан болса, адамнан бөлінеді. Бір жыртқыш хайуан қисабына қосылады. Сондықтан балалар, еріншекті болмай, еңбекқор болу керек. Надандықты болмай, білімді болу керек. Содан кейінгі еріншек, залымдық, адам бір-біріне дос болу керек, дұшпан болмау керек. Сен қасындағы балалармен де дос болуға, жақсы істеуге тырысыңдар. Абай ата атаған жат қылықтарды санамалап айт, оларға қандай ортақ ат берер едің. Жаңағы Абайдың 38-ші қара сөзіне келтірген залымдық, надандық, еріншектен аулақ болу керек екен. Осыларға ортақ тақырып білімсіздік. Адам өскеннен кейін оқуға барып, білім алып, ғылыммен айналысу керек екен. Осыны естеріңіз сақтап алыңдар. Білім алсаң, осы жат қылықтар сенен аулақ жүретін болады. Оның сөзі неліктен осы бөлімде берілген деп ойлайсың, түсіндіріп көр дейді. Абайдың сөзінің осы бөлімде берілген себебі жақсы мен жаманды ажырата білу. Абай атаның қара сөзін сызбаға түсірейік. 38-ші қара сөз. Надандық ол білім ғылымның жоқтығы, еріншектік, талапсыздық, жігерсіздік, ал залымдық болса адам баласының дұшпаны хайуандық екен. Абай Құнанбаевтың шығармашылығы туралы не айтар едің? Жобасын жаз. Бірінші тақырыбы Абай Құнанбаев шығармалары, жоспары Абай Құнанбаевтың өмірі, Абайдың шығармалары, үшінші Абайдың адамгершілік туралы өлеңдері, яғни көрнектілікке буклет, шрифтограммалар, кітаптар, сөз жұмбақтар, плакаттар жатады екен. Сызбаны пайдаланып Абай Құнанбаевтың өмірі, шығармашылығы туралы бір-біріңе сұрақ қойып жауап беріңдер. Бұрыннан білетін, яғни Абайдың өмірі, шығармалары, өлеңдерін жаттап өттіңдер. Ал жаңа мәліметтер Абайдың 45 қара сөзі. Олар әртүрлі тақырыпта ой қозғаған, көбінесе адамгершілік, білім мен өнер, еңбек ету туралы жазылған. Мінекей балалар, бүгін біз Абайдың 38-ші қара сөзінде жақсы мен жаманды айыра білу керектігін түсіндік. Осымен сабағымыз аяқталды.